Біздер алдында мёдқа заказ беріп едік. Өскемен қаласына таза мёд. Сол мёдтарымыз келіп жатыр, 10 күнде келді. Біздер постоянно мёдқа заказ беріп тұрамыз, енді өзіміз бір шелек алатын болғасын, бір шелекті беріп жібермейді олар. Көп болғанда бір 6 шелек, 7 шелек заказ беру керек та. Сонда ғана олар беріп жібереді доставка жасап. Енді сол үшін клиенттерден мёд аласын, айналамызда қайынсіңлім бар, оның достары бар, сол сияқты таныстарымызға тоже мёд қосып алдырттық. Сол мёдымызды алып, бүгін мәз болып отырық. Мёд бітіп қалып еді алдында. Жаман болып қалдық өзіміз. Мёдымызды ашып бастайық. Жаңа Гүлжақанның адамдар алып кетті, қалған жерден неше алып тұр, 4-5 алып тұр, біреуі өзімізге. Қалған адамдар алады. Иісі деген, иісі керемет, иісі аңқып тұр екен. Кәдімгідей таза білмей жеткізе алмаймын әйтеуір. Мёдтың дәмі деген керемет. Мёдқа заказ берсеңіздер болады. Тап-таза мёд. Гарантия. Біздің каналымызға тіркеліңіздер, жаңалықтар күтіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Может, кешке далаға прогулкаға шығамыз. Кешке прогулкаға шығып жатсақ тағы түсіреміз. Біздер кешкі шайға ужин ішінде жатырмыз. Мына алып келген мёдымызды ашып салып қараймыз. Аппақ түрі. Балшықтай. Мёдымызды салып бастап жатырмын. Қою болып тұр екен. Подсолнухқа деген мёд ширегінде 15 кило тұрады. Сіздер қандай мёд пайдаланасыздар? Жаза кетіңіздер комментарийға. Заказ беруге болады. Телефон жоқ, болмаса электронный почтаға соған жазсаңыздар да болады. Комментарийға жазыңыздар. Тіркеліп алыңыздар, тіркелмеген болсаңыздар. Енді мёд деген дәмі керемет көрініп тұр ғой, иісінен де, түрінен де натуральный екен. Натуральный мёд керек болса хабарласыңыздар. Күшті екен. Сау болыңыздар, кездескенше лайк басыңыздар, тіркеліп жазыңыздар.